Бір болайық бағдарламасына кішкентай ғана өзім сәлемімді жолдаймын. Құрметті қазақ еліндегі бір болайық бағдарламасы, егерде менің осы біздің жақтағы Жоға Халық Республикасының осындай ойын парақшалары сіздерге жететін болса, бұйырса менің осы сөздерім сіздерге барса екен деп ойлаймын. Сіздерді мен көңілімде әрқашан бір жақсы бағдарлама алып барып, қазақтың ұл қыздарының басын бір жерге қосып берекенің ұйтқысы деп ойлайтынымды. Дегенменен бізде қыздар барып жатыр сіздерге, мойындаймыз. Енді оның әрқандай бір ел болған соң алада құлада болады. Жақсы да жаман да болады. Мен деп айтқаным біреуді жаман деп кемсітіп тұрған жоқпын. Ешкімде де кемсітпеймін, себебі бұл дүниеде адамның бәрі тең, бәріне екі қол, екі аяқ, екі көз, 12 мүше, артық ештеңе берген жоқ. Адамнан артық жері тек қана оның ойы мен миы санасы ғана. Енді Жазира деген әпекеміз барды, біліп отырмыз. Ол кісінде жағдайын сіздер көріп білдіңіздер деп ойлаймын. Барынша сіздерге сеніп, барынша ибалығын білдіріп, сәлемін салып, енді әрқандай адамның бір өзінің көңіл күйін жеткізетін тәсілі ұқсамайды. Ол кісі сіздерді құрметтегенге қатты сәлем салып жатқан шығар. Бірақ та ол оның ақымақтығы емес, оның ессіздігі, оның бетсіздігі емес. Сіздер де талай өздеріңізде де бағдарламаға келіп қатысқан адамдарды білесіздер. Талайын көрдік қой, бақырып, шақырып, атысып, бір-бірдеріңізбен шабысып жаттыңыздар. Оған қарағанда сызылып, сәлемін салып, иіліп, тағзымын етіп, сіздерге барғаны, оның сіздерді алыс көрмегендігі. Өзіміздің ел, өзіміздің жер деп мүмкін сіздерге сеніп, шын жүрегімен барғандығы. Ол сіздердің бір-бірдеріңізге мазақ етіп, бағдарламадан түскен соң кейін группа бойынша сәлем салып, сайқы мазақ етулеріңізге себепші емес. Үйтіп біреуді ешқашан кемсітпеңіздер. Енді мен бұл сөзді әсілімен қатысы жоқ деп ойлайтын шығарсыздар, бірақ біз қаншетқамен бір ел, бір жерлік болғаннан кейін осылай сөйлеуге тура келді. Енді Көзбері әпкеміздің со жақтан көңілі ауырмай, сондай бір ақ көңіл, нәзік, сондай бір шын жүрегімен барған, ішінде жамандығы жоқ, сондай бір таза пейілі, ешқандай соққыға ұшырамай қайтып келсе екен деген жақсы тілегімді айтам. Ертеңгі күні біздің не боларымызды білмейміз. Біздің Жоға Халық Республикасында ешкімді сайқы мазақ етіп, біреудің артынан біреуді күлу, қылаяғы бір сөз айтудың өзі бәрі заңға қайшы. Сол үшін сол кісіге кішкене құрметтеріңізді білдіріп қойыңыздар. Баршада осы менің парақшамды көріп отырған ол қыздар ешкімге күнмейік, ешкімді кемсітпейік. Қиын қылса сәлем салып, сызылып барды, басқа ештеңе қылған жоқ. Сол үшін ешкімге деген жаман көзқараспен қарамаңыздар, қайта қолдап қойыңыздар. Рахмет сіздерге.